бір жыл уақыт көреді. 5-ші класты бітіреді. 6-ші класс өткен кезде сөйтіп 7 жыл өтеді. Жаншырақ 8 жылға келеді. 18-ші класты бітіреді. Бірақ университетке түсе алмай қалады. Ол енді жұмысқа түсейін десе, ешкім оны алмай қойды. Кітапты оқуды білмейді. Не істерін білмей жұмысшы болды. Сөйтіп Жаншырақ жұмысқа қатысады. Ақша тауып жүреді. Бірақ қатты қиналады. Ақшасын әзер тауады. Осын оған ақша аз беріледі. Ол соған нан алып жейді. Жанын солай бағып жүреді. Сөйтіп қиналады. Мен деген жаңа өмір бастаймын. Мен деген жақсы оқып, көп ақша табамын. Сөйтіп Жаншырақ 6-ші класты бітіреді. Ол осы артындағы университетке өтеді. Сөйтіп 8-ші класс өтеді. Жақсы оқып, Америкаға ұшады. Сөйтіп ол Америкаға келеді. Америкаға жұмыс орналасады. Сол үйде жүретін болды. Жаншырақ өте күшті үйтеді. Оның үйі соншама әдемі. Ол жақсы оқып, күшті бітірді. Сөйтіп ол жұмысын бітіріп, қайтып еліне қайтатын болды. Сөйтіп Жаншырақ ақшаларына телефон сатып алады. Сөйтіп ол бай қуатты жүретін болды. Ештеңе алаңдамай жүріп, машинасы десе машинасы бәрі болады. Сау болыңдар достар. Және де сендер деген телефонды көп көргенде сондай зат болуы мүмкін сендерге. Сау болыңдар.